Қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай дәмді панкейк пісіретін боламыз. Өте дәмді, жұмсақ шығады. Сіздер де менімен бірге істеп көріңіздер. Ыдысымызға бір жұмыртқа, 3 қасық шекер, ас қасық. Екеуін жақсы араластырамыз. Бір стакан сүт, бір стакан ұн. Ұнға бір шай қасық разрыхлителімізді, қопсытқышымызды саламыз. Електен өткізіп жақсы араластырамыз. Енді бір қасық сұйық майымызды құйып, тағы да жақсы араластырамыз. Енді қызып тұрған ыдысымызға пісіріп аламыз. Қаншалықты қызартып пісірулеріңіз ол өз қалауларыңыз бойынша. Осылай барлығын пісіріп аламыз. Мен бұл жерде аю пісіру үшін осылай кішкентай пісіріп аламын. Осындай жұмсақ, дәмді болып шығады. Жаңа соңғы пісіргендерімнен енді аюдың формасын істейміз. Құлақтары, аузы. Өздеріңіз қалауларыңызша менде шоколад. Сонымен көзін, аузын істедім. Өз қалауларыңызша балаларыңыз қуанып қалады. Ас болсын.